Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және де білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен сіздерге қазір склейка қалай жасалынады, склейканы түсінбей жатқан адамдарға соны полный түсіндіретін боламын. Көп адамда осындай қателік болады. Мысалы, мына жерде екі кірпік тұрса, сол жерге осылай жабыстырып қоя салады. Бұл дұрыс емес, бұлай қоюға болмайды. Осындайдың кесірінен бізде склейка пайда болады. Біз бұлай қоймаймыз. Біз негізінде біз каждый кірпікке по отдельности қоямыз. Ол қалай? Осылай. По отдельности қоямыз. Мына жерде бұлай қарайтын болсақ, екі кірпік жабыстырылған. Мына жерде екі кірпік. Ал мына жерде мен бір кірпікке ғана қойдым. Мына бір кірпікке ғана. Мына кірпікке ғана қойдым. Осылай каждый кірпікке қоямыз. Бұлай екі кірпікке қоятын болсаңыздар, ол склейка болып аталынады. Сол склейканың кесірінен адамның өзінің натуральный кірпіктері тез түсіп қалады. И көзді ауыртады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарийға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.